А нүктесінен шыққан сәуле Б нүктесінде шағылысады, содан соң Д нүктесіне жетеді. Синус заңына сәйкес АБЦ үшбұрышында АБЦ бұрышы синусының АЦБ бұрышы синусына қатынасы АЦ-ның АБ-ға қатынасына тең екенін білеміз. Синус заңы бойынша ДБЦ үшбұрышында ДБЦ бұрышы синусының ДЦБ бұрышы синусына қатынасы ДЦ-ның ДБ-ға қатынасына тең екенін де білеміз. Шағылу заңы арқылы АБЦ және ДБЦ бұрыштары өзара тең және АЦБ бұрышы 180 градустан ДЦБ бұрышын азайтқанға тең. Сондықтан да АЦБ бұрышының синусы ДЦБ бұрышының синусына тең деген тұжырым жасай аламыз. Бас оське жақын өтетін сәулелер үшін АБ қашықтығы шамамен X-ке тең. Сонымен қатар ДБ Y-ке тең. Сондықтан да АЦ R азайту X-ке тең, ал ДЦ Y азайту R-ге тең. Бұдан төмендегі теңдеуді шығарып аламыз. Түрлендіре келе бұл теңдеу R, X және Y арасындағы қатынасты көрсетеді. Айнаның қисықтық радиусы 2 еселенген фокус қашықтығына тең екенін ескеріп, сфералық айнаның формуласын құра аламыз.